Саламатсыздар ма 8-ші сынып оқушылары? 7-ші сынып алгебра курсы материалдарын қайталауға арналған жаттығулар есептерін түсіндіретін боламын. Оқушылар қажет болса каналымда алгебра, геометрия, физика пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп, қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Оқушылар видеоның соңына дейін қарап, каналға жазылып, жеке өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Ал енді бірінші тапсырмасы өрнекті негізі А болатын дәреже түрінде жазыңдар. Оқушылар, мұндағы бізде негізі А, мұнда дәрежені дәрежелегенде екі көбейтіледі, 15 дәреже болады. 15 дәреже көбейтеміз А-ны. Мұнда бір дәреже бар деген сөз, арасында көбейту амал болған кезде, негіздері бірдей болған кезде дәрежелер қосылады. Сонда А-ның 16 дәрежесі болады. Мұнда негізі А, мұнда бір дәреже, 3 дәреже, 2 дәреже қосылады, 6 дәреже болады. Мұнда дәрежені дәрежелегенде көбейтіледі. Негізі А, 3-ке көбейтеміз 2-ні 6 болады, 4-ке көбейтсек 24. Мұнда минус А-ның кубы, оны квадраттаймыз. Кез келген санды квадраттаған кезде ол не істейді? Оң санбау шығады, сонда А-ның 6 дәрежесі болады. Мұнда екеуі қосылады, арасы көбейту амал болғандықтан 2-3-ті қосамыз 5 болады, оны дәрежелегенде А-ның 10 дәрежесі болады. Енді мұнда бізде А-ның 10 дәрежесі бөлу А-ның 3-ке көбейтеміз 2-ні 6 дәреже болады. Сонда негізі А, мұнда бізде бөлу амал болғандықтан дәрежелер азайтылады. Сонда А-ның 4 дәрежесі болады. Мұнда келесінде А-ның 12 дәрежесі бөлу А-ның 10 дәрежесі тең болады азайтылып А-ның квадратына. Оқушылар оқулықта 6-шы есеп 2 рет берілгендіктен мен 7, 8, 9 деп ары қарай жалғастырып, осылай нөмірлеп алдым. Шатаспаймыз, е? Мұнда бізде А-ның 3 дәрежесі бөлу А-ның 1 дәрежесі А-ның квадраты болады. Оны 5 дәрежелерінде көбейтіліп А-ның 10 дәрежесі болады. Мұнда А-ның 4 дәрежесі кубтаймыз. Екеуін көбейтеміз, А-ның 12 дәрежесі болады. Мұнда бізде бөлу А-ның 2 дәрежесі кубтаймыз, А-ның 6 дәрежесі болады. Мұнда бізде бөлініпті, сонда А-ның 6 дәрежесі болады. Келесі екінші есеп, есептеңдер. Мұнда оқушылар бізде көбейтіліп тұр екен, алымы 15, негіздері 15 екен, дәрежелерін қосамыз, өйткені көбейту амалы болғандықтан, сонда 15-тің 14 дәрежесі болады. Бөлімінде 15-тің 13 дәрежесі. Мына бөлшек бізде бөлу деген мағынаны білдіреді. Сонда 15-тің 14 дәрежесі бөлу 15-тің 13 дәрежесі, дәрежелер азайтылады да 15-тің 1 дәрежесі болады. Ол бізде тең болады екен 15-ке. Мұнда негіздері бірдей, арасында көбейту амалы тұр екен, дәрежелер қосамыз, 15-ке қосамыз 4-ті 19, азайтамыз 17-ні 5-тің квадраты болады. 5-ті өз-өзіне 2 рет көбейту деген сөз, сонда 25-ке тең болады. Мұнда бізде 0,4-тің 11 дәрежесі, мұнда 0,4-тің арасында көбейту амалы, дәрежелер қосылады, 9 дәрежесі болады. Сонда бөлген кезде азайтылып 0,4-тің квадраты болады. Бұны өз-өзіне 2 рет көбейтетін болсақ, 0,116 болады. Мұнда бізде 8-дің минус 2 дәрежесі 4-тің кубы. Мұнда біз минус 2 дәрежені есептей алмаймыз, сол үшін бірге бөлеміз. 8-дің квадраты деп аламыз. Көбейтілген 4-тің кубы бізде 64-ке тең. Тең болады 1 бөлінген 8-дің квадраты 64-ке тең. Көбейтеміз 64-ті. Сонда 1-ге 64-ті көбейтіп, 64-ке бөлетін болсақ, 1-ге тең болады. Мұнда бізде кез келген санға біз 0 дәреже беретін болсақ, 1-ге тең болады. 1 бөлінген 9-ның минус 2 дәрежесі. Бұны біз 1
Мұнда біз 9-ның минус 2 дәрежесі болып тұр ғой. Бұны біз бөлу дейміз. Минус дәрежеден құтылу үшін 1 бөлінген 9-ның квадраты деп аламыз. Енді мұны біз 1 көбейту деп аламыз да, мына бөлшектің алым мен бөлімінің орнын ауыстырып жазамыз. 9-ның квадраты 81 бөлеміз 1-ге. Сонда 1-ге 81-ді көбейтіп 1-ге бөлетін болсақ 81-дің өзі шығады. Енді келесі, мұнда бізде негіздері бірдей, дәрежелері қосылады. Мұнда бізде 8, мұнда екеуі минус 9 болады, сонда минус 1 дәреже қалады. Минус дәрежеден құтылу үшін 1-ге бөле саламыз. 7-ның 1 дәрежесі ол тең болады 1 бөлінген 7-ге. Келесі үшінші есепте өрнекті ықшамдаңдар. Оқушылар ең алдымен сандарды көбейтеміз. Минус 0,4, минус 10, 2 минусты көбейткен кезде плюс болады. Сонда 0,4-ке 10-ды көбейтетін болсақ 4 болады. Мұнда x квадрат, мұнда x-ның 1 дәрежесі арасында көбейту амалы болғандықтан дәрежелер қосылады. X куб болады, мұнда y куб болады. Мұнда біз минус 0,2-ні көбейтеміз 5-ке, минус 1 болады, оны жазбай қойсақ болады. Тек қана таңбаны жазып қоямыз. Минус а куб, а квадрат арасында көбейту дәрежелер қосылады. А-ның 5 дәрежесі болды, мұнда бұның 4 дәрежесі, бұның 3 дәрежесі қосылып, бұның 7 дәрежесі болады. Мұнда 0,125-тің минус 3 дәрежесі, минус 3 дәрежені есептей алмаймыз, сол үшін біз 1-ге бөлеміз. Мұндағы 0,125-ті 1 бөлінген 4 деп алайық. Ең алдымен жазып алайықшы, минус 3 дәреже. Мұнда x-тің минус 2 дәрежесі дәрежелегенде көбейтіліп, x-тің 6 дәрежесі болады. Мұнда y-тің 3 дәрежесі болады. Енді мұндағы минустан құтылайық. Мына бөлшекті 1-ге бөлеміз, сонда төңкеріліп 4-тің өзі шығады. 4 куб болады. Төртті кубтайтын болсақ, яғни 4-ті өз-өзіне 3-ті көбейтетін болсақ, 64 болады. Енді келесінде, мұнда бізде x-тің минус 3 дәрежесі, минус 2 дәреже, дәрежені дәрежелеген кезде көбейтіледі. X-тің 6 дәрежесі болады. Мұнда a-ның минус 8 дәрежесі. Бөлімінде 16-ның минус 2 дәрежесі. Мұны оқушылар мұндағы 4-пен қысқаратындай етіп, 16-ны 4-тің квадраты деп алайық. 4-тің квадратының минус 2 дәрежесі. Көбейтеміз. 4-тің минус 3 дәрежесі. Мұнда минус 2 дәреже, минус 3 дәрежелерінде көбейтіледі. X-тің 6 дәрежесі болады. Мұнда a-ның минус 9 дәрежесі болады. Сонда оқушылар мұндағы x 6 дәреже қысқарады. Мұнда бізде қалады a-ның минус 8 дәрежесі мен a-ның минус 9 дәрежесі. Мұндағы a-ның минус 8 дәрежесі мен мұндағы a-ның минус 9 дәрежесінің ішіндегі минус 8 дәрежемен кетеді. Бізде минус 1 дәреже қалады. Сонда мұнда бізде 4-тің минус 3 дәрежесі бөлімінде 4-тің минус 4 дәрежесі көбейтілген a-ның минус 1 дәрежесі. Мұнда бізде бөлім тұрған кезде дәрежелер бір-біріне азайтылады. Сонда минус 3, минус 4, 2 минус плюс болады. 4-тің 1 дәрежесі болады. Ал мұндағы минус 1 дәрежеге, оны біз 1-ге бөлген кезде ол алымына шығады. Сонда a-ның 1 дәрежесі болады. Тең болады 4 a-ға. Енді мұнда біз ең алдымен сандар көбейтіп алайық. Минус 5, 4, минус 20 болады. Мұнда а квадрат, а-ның 4 дәрежесі болады. Мұнда b квадрат, b, сонда b-ның 4 дәрежесі болады. Мұнда бізде m квадрат, минус m, 2 минус плюс болады. m-ның 4 дәрежесі. n квадрат, n-ның 4 дәрежесі болады. Оқушылар келесі 4-ші есептен бастап жалғастырып түсіндіретін боламын. Сау болыңдар.